Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі менің онлайн сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз ерекше болмақ. Бүгінгі сабағымызда әртүрлі тапсырмалар орындап, білімділікке үйренеміз. Бүгін бізде сауат ашу негіздері ұйымдастырған оқу қызметі. Сабағымыздың тақырыбы тағамдар қайдан келеді және я дыбысымен әрпі. Балалар, бүгінгі біздің сабағымызға қонақ келіп отыр. Ол балалар қоян екен. Балалар, қоян нені жақсы көреді? Сәбізді жақсы көреді екен. Балалар, енді қоян тағамдар жайында білгісі келеді екен. Оның бізге қайдан келетіні және дүкенге қайдан келетіні, бізге осы тағамдарды не беретіні жайында білгісі келеді екен, балалар. Ал енді ойланып көрейікші. Алдымызда әртүрлі тағам түрлері көп екен. Жемістер, көкөністер, ет, сүт тағамдарын көріп отырмыз, иә? Ал енді жемістер мен көкөністерді біз қайдан аламыз? Ал ет, сүт тағамдарын бізге не береді? Ойланып көріңдерші, балалар. Осы тағамдардың пісіріп жейтін және пісірмей жейтін түрлерінде білеміз, иә, балалар? Қоян да соны білгісі келеді екен. Енді мен сендерге осы тағамдар жайында ойын ұсынбақпын. Бұл ойынды қоян да бірге сендермен ойнағысы келеді. Ол ойынның аты тағамдар қайдан келеді. Енді мына жоғарыдағы бірінші суретке назар аударайық. Біз қандай тағам түрлерін көріп тұрық? Әрине, жемістер мен көкөністерді көріп тұрық. Ал енді мына екінші суретте нені көріп тұрық? Яғни ет тағамдарын және сүт тағамдарын, ірімшік, құрт, май, жұмыртқа тағамдарын көріп тұрық. Иә, жақсы балалар. Енді мына жақтағы суретке назар аударайық. Біз нені көріп тұрық? Бұл жерде ненің суреттері тұр? Әрине, үй жануарлары мен үй құстарының суреттері тұр. Ал мына жақта біз нені көріп тұрық? Яғни дала, жердің суретін көріп тұрық. Енді ойланып көрейікші, осы тағам түрлері қайдан аламыз? Бізге не береді? Балалар, жоғарыға қарайық, жеміс-жидектер мен көкөністер қайда өседі? Әрине, олар ағашта өседі екен, иә? Жемістер қайда өседі? Ағашта. Ал көкөністер қайда өседі? Жерде. Балалар, біз оларды қайда отырғызамыз? Жерге отырғызады екенбіз, иә? Олар біз көктем келгенде бау-бақшада, яғни ағаштарды отырғызып, тұқымды сеуіп, біз олардан жерден, яғни жемістер мен көкөністерді алады екенбіз. Жақсы, ал мына ет тағамдарын, сүт тағамдарын қайдан аламыз? Әрине, біз оларды үй жануарлары мен үй құстарынан алады екенбіз. Біз сол үшін оларды қолға асырайды екенбіз. Енді, балалар, кәне қоянмен бірге осы тапсырманы орындап көрейік. Сызық арқылы біз суреттерді бір-бірімен сәйкестендірейік. Ал енді ойланып көріңдер, қай суретке сәйкес келеді екен? Әрине, өте қоян да қуанып жатыр. Біз бұл тапсырманы дұрыс орындадық. Жақсы, енді балалар, мен сендерге тапсырма бергім келіп тұр. Ол үшін сауат ашу жұмыс дәптерімізді ашамыз. Ондағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырманы сендер өздерің орындайсыңдар. Жерде өніп шығатын тағамдарды жасыл түспен қорша, малдан алынатын тағамдарды қызыл түспен қорша. Тағы да бір рет оқимын, сендер мұқият тыңдап алыңдар. Жерден өніп шығатын тағамдарды жасыл түспен қорша, малдан алынатын тағамдарды қызыл түспен қоршаймыз. Жақсы, енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде біз білеміз, тағамдардың пісіріп жейтін және пісірмей жейтін түрлерін білеміз. Ал енді қараңдар, бұл жерде пісірмей жейтін тағамдар қайсысы? Оны белгілейміз. Енді балалар, біздің келген қоянымыз осы тағамдардың ішіндегі бір тағам туралы жұмбақты біледі екен. Оны сендерге жасырмақшы. Сендер мұқият тыңдаңдар. Ал біздің қоянымыз қай тағам түріне жұмбақ біледі екен? Мен оқимын, сендер тыңдаңдар. Жұмбақтың жауабын, шешуін табамыз. Бұдыр-бұдыр киімді жесеңіз болар, тиімді. Ал ойланамыз,
Бұдыр-бұдыр ол не екен? Әрине, қияр екен балалар, иә? Қоян да жұмбақтың жауабын дұрыс тапқандарың үшін ол да қуанып тұр. Жақсы, енді осы қияр сөзінен назар аударайық. Кәне, мен тағы да бір рет айтам, сендер тыңдап көріңдер. Қияр. Бізге осы сөзде қай дыбыс белгісіз. Қай дыбысты біз өткен жоқпыз. Ал тыңдаңдар, қияр. Дұрыс айтасыңдар балалар. Я дыбысы екен, иә балалар? Бізге таныс емес. Я дыбысы. Бүгін біз сабағымызда я дыбысын өтеміз. Кәне, менімен бірге үш рет осы дыбысты қайталап көріңдер. Я. Я. Ия. Жақсы. Я дыбысы балалар дауысты, жуан дыбыс екен. Оны біз балалар қызыл текшемен белгілейміз. Мынау балалар я дыбысының баспа түрі, мынау балалар я дыбысының жазба түрі. Енді мен сендерге я дыбысы туралы бейне материал ұсынбақпын. Бейне материалды бірге тамашалайық. Я дауысты дыбыс. Сөздерде я дыбыстары естілгенімен, жазылғанда олардың орнына я әріпі жазылады. Я қосарлы дауысты дыбыс. Балалар, бейне материалды тамашаладық, иә? Я дыбысы балалар екі дыбысты береді екен. Кәне, естіп көріңдерші. И, а. Қай дыбыстарды естіп тұрсыңдар? Я, и мен а, яғни қосарланған дыбыс болып есептелінеді екен. Енді балалар, мен сендерге тағы да екінші бейне материалды назарларыңызға ұсынбақпын. Бұл жерде, яғни я дыбысына байланысты сөздер болады. Оны біз өзіміздің сөзді қоржынымызға салып қоямыз. Я әріпі. Я әріпі. Аяқ. Аяқ. Таяқ. Таяқ. Аязата. Аязата. Аялдама. Аялдама. Қияр. Қияр. Тақия. Тақия. Балалар, бүгінгі біздің сабағымызға келген қонағымыздың атауында да я дыбысы бар екен. Кәне, бірге айтып көрейікші. Қоян. Я дыбысын естідіңдер ма? Әрине, я дыбысы қоян деген сөзде де кездеседі екен. Енді балалар, осы қоян сөзін буынға бөліп айтайық. Кәне, бірге дайындалып. Қоян. Неше буын бар? Ойланайық. Әрине, екі буын бар екен. Жақсы, енді осы қоян сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Бірінші, қандай дыбысты естиміз қоян деген кезде? Яғни, қ дыбысын естиміз. Қ дыбысы балалар, қандай дыбыс? Қатаң, дауыссыз дыбыс. Қандай текшемен белгіленеді? Әрине, көп текшемен белгіленеді. Келесі, қандай дыбысты естиміз? Қоян. Әрине, о дыбысы. О дыбысы қандай дыбыс? Жуан дауысты дыбыс. Қандай текшемен белгіленеді? Қызыл текшемен белгіленеді. Ал енді бүгінгі біздің өткен дыбысымыз қандай дыбыс? Я дыбысы. Яғни я дыбысы. Дауысты жуан екен. Ол қандай текшемен белгіленеді дедім? Қызыл текшемен белгіленеді екен. Ал енді соңғы дыбысты естіп көрейік. Қоян. Қандай дыбысты естіп тұр? Н дыбысын екен, иә? Ол үнді дауыссыз дыбыс, иә? Қандай текшемен белгіленеді? Көп текшемен белгіленеді. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді балалар, мен сендерге өз еріктеріңе тағы да бір тапсырма бергім келіп тұр. Балалар, мына сөздерді буынға бөліп көрсетесіңдер.
және бұл сөздерге дыбыстық талдау жасайсыңдар. Бала, бірінші тұрған сурет бұл сия. Сияның суреті екен, иә? Біз қаламның ішіндегі сия. Жақсы. Екінші сурет, балалар, ұя. Ұя сөзін буынға бөліп дыбыстық талдау жасаймыз. Келесі сурет, балалар, пияз. Пияз сөзін буынға бөліп дыбыстық талдау жасаймыз. Балалар, енді біз яды әрпін жазуды үйренеміз. Я әрпіне байланысты бейнероликті тамашалайық. Жақсы, балалар. Енді мына 4-ші тапсырмада я әрпінің бейнесін бояймыз. Я дыбысы қандай дыбыс дедім? Я жуан дауысты дыбыс. Ендеше қандай текшемен белгіленеді? Қызыл. Ендеше бұны я әрпін қандай түспен бояймыз? Қызыл түспен. Жақсы. Енді я әрпін біз жазуды үйрендік. Енді мына жерге тор көздерге я әрпін жазамыз. Бос бір тор көз тастауды ұмытпаймыз. Жақсы, балалар. Енді біз әдеттегіндей өзіміздің жұмыс дәптерімізді белгілеп, мынандай смайликтермен белгілеп кетуді ұмытпаймыз. Балалар, бүгінгі біз сабағымызда нені білдік? Не үйрендік? Тағамдардың қайдан келетінін білдік. Я дыбысымен, әрпімен таныстық. Я дыбысы жуан дауысты дыбыс. Қоян да сендермен бірге көп мағлұматтар алып үйренді. Ол сендерге өз ризашылығын білдіреді. Сау болыңдар, балалар. Рахмет.